Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтар арнасында пайдалы ақпарат. Қолыңды жуған соң сілкіме. Қолыңды жуған соң қолыңды сілкіме дейді қазақтар. Бірақ оны не екенін біз біле бермейміз. Енді сол туралы айтып кетейін. Баяғы заманнан қалған бір аңыз бар екен. Ол Ғайса пайғамбар туралы. Ғайса пайғамбар оны Иса пайғамбар деп те айтып жатады. Бірде Ғайса пайғамбар жолаушылап келіп жатса, Ібілісті көреді. Ібіліс ізіне жүздеген ұрпағын ертіп алып, сап болып кетіп бара жатыр екен. Сонда Ғайса: «Ей Ібіліс, мынаның барлығы балаларым ба?» деп сұрайды. «Иә, балаларым. Не деген көп, қалай өсіп көбейгенсіңдер?» деп таңқалады. Сонда Ібіліс: «Кей адамдар қолын жуған кезде сілкілейді. Сілкілегенде шашыраған әр тамшыдан менің балаларым пайда болады. Адам қолын жуғанда сүлгімен сүртпей сілкісе екен деп тілеп тұрамын» депті. Ібілістің жауабын естігенде Ғайсаның жүрегі дір ете қалыпты. Содан бастап ол жуған қолды сілкімеңдер деп үгіт насихат етіпті. Мен де оқырмандарым біле жүрсін деп пайдалы ақпаратпен бөлістім. Егер видео ұнаса лайк басып, маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.